Армысыздар достар, армысыздар барша телекөрермендер, барша жайдарман сүйер қауым. Қызылорда қаласында өтіп жатырған республикалық сірелі бірінші лига жайдарман сайыстары өз жалғасын табуда. Үшінші топ бар жанарды жаулаған жайдарман ашық. Республикалық сірелі бірінші лига жайдарман сайыстарының ширек финалдық кезеңдері үшінші топ. Бүгін үшінші топта 6-1 команда өнер көрсететін болады, және де сол 6-1 командаға әділ бағасын беретін қазылар алқасымен таныс болыңыздар. Аралас КВН командасының капитаны Дәрмағамбетов Төребек. Қазақстан КВН одағы республикалық жастар қоғамдық бірлестігінің атқарушы директоры Елжанов Рүстем мырза. Сыр үміті жастар қауымдастығының атқарушы директоры Тілес Талғат. Құрметті қазылар алқасы, құрметті барша телекөрермендер, бүгінгі сайысымыз, ширек финалдық сайыстарымыз бір ғана кезең қамтиды, яғни сәлемдесу. Жоғары ұпай 5 ұпай. Құрметті қазылар алқасы, олай болса командалармен таныс болыңыздар. Алғашқы сахнаға шығатын Алматы қалалық Жайдарман академиясынан келіп отырған Жайдарман академиясы құрамасы. Құрметті көрермендер, біз Жайдарман сахнасына алғаш рет шығып тұрғаннан кейін командамыздың авторы біздің сахнада қобалжитынымызды біліп, даусымызды алдын ала записке бастырып, бүгінгі ойынды фонограммамен ойнайтын болып шештік. Сондықтан сөзін білетіндер қосылып отырыңыздар. Біздің команданың аты трио. Неге трио? Себебі 1, 2, 3. Міне жауап. Ақмақ. Айттым саған қате деп. Қара міне. 1, 2, 3. Дұрыс трио. Кешіріңіз. Байқасаңыздар, әңгімеміздің арасы ұзақ, паузалары бар. Неге де ойлап отырған шығарсыздар? Себебі бізді дайындаған автор әр сөзден кейін күлкі болады, овация болады. Күтіңдер деді. Тоқтаңдар жігіттер. Біздің аузымыз фонограмма дұрыс түсіп жатыр ма өзі? Импровизация тұқпас, шіріп қаламыз кез. Бір фонограммамен айырып атқан сияқты айттың ғой сен. Құрметті көрермендер, біз Жайдарман сахнасына алғаш рет шығып тұрғаннан кейін команда мүшелерімен таныстырғанды жөн көрдік. Қысқа әрі нұсқа Мейіржан. Менің есім Мейіржан, Чимкент қаласы, Сайрам ауданы, Молыбай ораза ауылы. Қысқа нұсқа дедік қой? Хоп, әкесі хоп. Болжас. Кеше Миятада қыздармен кальян шеп отырмыз. Болжас. Ол әлі жас. Нұрбек. Нұрбектің екінші аты Қуат. Музыка бола ма? Көңілім ғой. Келдім ғой осында. Жайдарман деп қойған екен, есіміңді азан шақырып. Жүрек шіркін жібермеді бұл өмірді. Бүгін четвер. Стоп, музыка. Тұр орныңа. Бүгін понедельник. Менің есім Қазбек. Егерде әлемде сұлулық үшін налог төлейтін болсақ, мен әлемдегі ең кедей адам болар едім. Ай, Қалжың жігіттер, тұрыңдар, қалжыңдап жатырмын. Бірақ та рас. Олай болса, дәл осы түрлерді жаттап алыңыздар. Біз әлі талай нервтарыңызға тиеміз. Мені сүйгені, от боп күйгені, сүйем дегені. Сонымен достар, әр адам әр түрлі армандайды. Қашан 21-ге толады екен, ешкім кеп жүрсе. Адамның нәпсісі қасында бірге еріп жүретін болса, қалай болады екен?
кешіріңіздер, негізі мен ғой нәпсі, адамдарым бұзылған. Жүр. Жалғастырамыз достар. Өз ханын танымайтын батыр. Хан ием, датым бар. Датың болса айт. Елімізге жау шапты. Не дейді? Елімізге жау шапты. Кімдер олар? Жоңғарлар-ау. Әскерлері саны қанша? Қағарып сөйлем, миым ашып кетті ғой мені. 13.962 рет ойналған әзіл рекетир фильмнен үзінді. Саян. Вот и все. Вот и вся моя жизнь. Так ничего особенного. Бұл әзілге де 15 жыл уақыт болды. Бұл әзілді кезінде братандарымыз ойнады. Біз де ойнап жатырмыз. Болашақта інілеріміз де ойнайтын болады. Юбилей құтты болсын, ағайын! Руслан, братан, это от меня! Олай болса, ойын соңында айтарымыз, Алматы мен Қызылорданың ұқсас жерлері өте көп екен. Тоқташы. Вообще ұқсамайды ғой бір-біріне. Неге ұқсамайды, қара? Қызылорда Астана болды ма? Болды. Алматыда Астана болды. Қызылордада гамбургер бар ма? Бар. Алматыда да гамбургер бар. Қызылордада Жайдарман академиясы бар ма? Бар. Алматыда да бар. Алматыда қызылордалықтар көп па? Көп. Бұл жақта да қызылордалықтар көп. Құрметті қызылордалықтағылар, Алматыға келсеңіздер, емін еркін өз үйлеріңізде көріп жүре беріңіздер. Сіздермен бірге болған Алматы қаласы Жайдарман академиясы құрамасы, рахмет. Сәлем айт қалғатай алматылықтарға. Жайдарман академиясы командасы арнайы өз алғыстарын ата-аналарына білдіреді. Әр қарай сәлемдесуімізді жалғаймыз. Келесі шығатын команда Ақтөбе облысы Темір ауданы Шұбарқұдық кенті Шұбарқұдық құрамасы. Алдарыңызда ең қауіпсіз команда Кеш Жарық Қызылорда. Құрметті достар, біздер Ақтөбе облысы Темір ауданы Шұбарқұдық дейтін кенттен келіп отырмыз. Біздің Шұбар енді кент десе кент енді. Оған дәлел бар емес пе? Шұбарқұдықтың адамдары әлі күнге дейін кент жегеді ғой. Біздің ауылда әлі күнге дейін район болып тұрсайды ғой. Ол ма? Біздерде басқа районнан бала кіріп кетсе, біздер жабылып табап кетеміз. Жігіттер, сендер оған күлмеңдер. Біз оказывается қатетерлікпен алып жүр екенбіз ғой. Құрметті қазылар алқасы, біздің ауылда әлі күнге дейін братандардан спрос жіберсен өлтіріп таяқ жеу дейтін тема бар. Біздің ауылдағы братандарға сөйлесен әман таяқ жейсің. Сіздердің алдарыңыз жатқан мысалы пластмас баға сіздер үшін баға болса, біз үшін пластмас бағаның астында 4 бірдей үрімді жігіттің тағдыры шешілейін деп тұр. Құрметті қазылар алқасы, мыналарды қоя беріңіздерші, маған қараңыздаршы. Мен өзім арықпын, сүйектерім жұқа. Мынаға дененің қай жерін ұрады? Витамин, кальций, рибный жер бәрін ішіп жатырмын, ештеңе ұмытыспайды. Енді барып таяқ жейтін болсам, точно бір жерім. Аллаға шүкір. Рибный жер, витамин керек емес. Жер жетеді. Сіздерден бір ғана сұрарым, ертең ауылға барғаныңызда екіншісіне алмайды. Құрмет қазылар арқасы, сіздер де түсінуге болады. Біз мәжеге келіп ап, шеріп атырық. Шерген команданың көңіліне қарап, баға қоюда оңай емес. Болмаса, онда тысыш. Баға өткізбей қойсын. Не деп түсін? Тақа болмаса, братандар басқа шығып атса, бастан түйіп атса, жазып жібереміз. Ендеше Отшоу деген әншінің атын қателесіп, басқаша айтып жүрген Шұбарқұдық құрамасы кетті! Ендеше тамалашалаймыз. Ауылдың қарапайым баласы телефон жөндеу орталығында. Аға, осы сіздер хуй-хуй жөндейсіздер ма? Хуй-хуй жөндейсіздер ма деймін? Хуави шығар. Хуави.
Бәрімізге белгілі әнші Нұрболат Абдуллин кезекті бір концертіне ет жеп шықса. Ендеше тамашалаймыз санау өлмейтін бала дүкенде. Саламатсыз апа, нан беріп жүрсіз бе? Нан. Сдача санап ал. Санағанда. В общем, не о? Құрметті көрермендер, сөз сонда бізден кішкентай ғана сөз. Жігіттер, ауылдағы братандар сандап жатыр. Не істейміз дегенше, сол қазылар алқасынан сұрағандар шеш. Құрметті қазылар алқасы өткізесіздер ме, өткізбейсіздер ме? Мен братандарға срочно жауап беру керек. Алам жігіттер. Алло. Ассалаумалейкум. Все, братан, фотоотчет жіберем, фотоотчет. Жігіттер, фотоотчет жіберем деп айтып қойдым. Құрметті қазылар алқасы сіздерден бір өтініш. Бәріміз бірдей бес көтеріп отырайықшы кәнеге. Бес көтеріп отырайықшы кәнеге бәріміз. Көтеріс. Бес көтеріп. Құрметті көрермендер, сіздерде біз как будто айырып атқан ұқсап қолымызды аспанға көтеріп, суретке түсіріп ал. Сөйлеп тұрайық, жатып атқан ұқсап кәне. Түсірдің ба? Рахмет. Сіздермен бірге болған сәлемдесу аяқталмай патологын қойып тастаған Шұбарский кенті. Рахмет, Қызылорда. Темір жол бар қодығым, мендей сүйсің бір ұлың, сенің әрбір қаратың. Шұбарқұдық құрамасы Ақтөбе облысының білім басқармасының басшысы Жолдас Нұрланұлына өз алғыстарын білдіреді, және де арнайы республикалық деңгейде сыр елі бірінші лигасының Қызылорда қаласында жоғары деңгейде өткізілуіне тікелей қолдау білдіріп жатырған Жас отан жастар қанатына, және де сыр үміті жастар қауымдастығына, облыстық жастар ресурстық орталығына өз алғыстарымызды білдіреміз. Ары қарай сәлемдесуімізді жалғаймыз. Оңтүстіктен келген сәлемдесу Шымкент қаласы Самал 3 командасы. Ассаламу алейкум. Біз Шымкенттегі Самал 3 деген районнан келдік. Біз Шымкентте Пачорному жүрамай қап, үшеміз түбі-кібін ойнап кеттік. Бізге үйтіп түрлерін жинамай қойыңдар. Пачорну болғанда да сәл бітіп, белый, красный аралас, общем, черный-белый жүрдік қой біз. Арман, черный-белый деген қалай ол? Черный-белый деген кәдімгі бауырым түсіндіреді. Короче, андай ғой, черный-белый дегенше, талпа балдардың арасында авторитетің жоқ болады ғой. Соғысын талпа балдармен жүрген кезде, суға барып қайтшы, кетші анеқа, деп мотитет бастайды ғой адамшы. Соғысын ана WhatsAppта қызу әңгіме кетіп атады ғой. Сол кезде қалайсыңдар жігіттер деп жасық болып, дым еленбей қаласың ғой көрейші. Соғысын ағайын, біз үшеуміз алдыңғы өмірімізде тапер болғамыз. Музыкант бауырым, Цуаменте деген музыка бар, 7-ші қоясашы. Ол өшір. Мынау музыка ажыратамай ма? Бәле ғой мынау, мынау явно тойда тұш қойып жүрген бәле мынау. Мынау құрметті ағайын, жанында тұрған ағайындармен таныстырып өтейін. Мына жігіттің есімі Райымбек болады. Короче, особо ауыз толтырып айтатын жігіт емес. Бұған негіз тышқы да тығылмайды. Арамызда сәл нормально төбелесетін осы. Мына жігіттің есімі аңсар болады. Бұл блогер, короче. Район бойынша iPhone телефон осыда ғана бар. Оның өз 5S. Бұның түсіретін видеолар, короче, біз район мен район, талпана талпа, лопна лоп қырылып атқан кезде іште болып атқан төбелестер түсіреді. Мына ишақтың кесірінен 4 жолдас баламыз ішке кіріп кетті. Іште отыр қазір. Арман, іш деген не ол? Іш деген пей деген сөз ғой, нәләсін түсінбейсің. Түк бір тамба, бір бәле. Сосын мына аңсар 2005-тегі брачкалардан естіп жатыр. Сен бұрында бір синий кит ойнағаның бар еді. TikTok түсіріп жатыр дейді ғой. Братан, түсіріп жатырмын ғой. TikTok болғанда біреулер сен қыз қайналып, хайып ұстап, ит түсіріп жатқан жоқпын да. Менікі помужикім TikTok қой. О, помужиком TikTok деген қандай ол? Нандай болды, братан, қой жүрші. Болды, тұршы орынға шермей. Жігіттер, байырғы ата бабаларымыз қазақ жерін, қыздарымыз майыссын, ерлеріміз шешінсін деп қорғап қалған жоқ. Бұларың ят болады. Мына драма театр дұрыс айтады. Мына қоғамдағы шешініп, TikTok түсіріп жүрген қыздар, мына істеріңіз ят конкрет. Братан,
яттықтымы жоқ. Ашылсын, тоқтасай. Ашылсын, шашылсын, көрейік. Қазақтың қыздар емес па? Тамырға салысып қаламыз. Салысатын тымы жоқ. Тоқташ, өшірші. Тамашқа ойнап атқан жоқпыз ғой мына жерде, сәлемдесу ғой. Сендерді үйтіп ойнатпай ақ қойыңдар. Біз әшін әңгіме айтамыз. Сосын енді мына өмір деген мүмкіндіктер мекені дейді ғой жалпы. Осы сәтті пайдаланып, мына үшеумізді ризашылығын беріп, осы ойынға жіберген ата-аналарымызға алғыс айтамыз. Сен көріктісің, тал бойында талмаған. Енді мына біздің командаға қол шапалақтап, күліп отқан аға әпкелерімізге Алла разы болсын. Үбірлі шүбірлі болыңыздар. Құдай берекесін берсін. Болмайды жігіттер, мына бітірейік. Сіздермен бірге болған арнайы Қызылорда қаласына, Шымкент қаласынан батырлық пен мейірімділікті бірдей ұстай білген Самалыш құрамасы. Бұйыртса көрісерміз. Рахмет Самалыш командасына. Ары қарай сәлемдесуімізді жалғаймыз. Батыстан келген қонақтарымызға кезек берейік. Батыс Қазақстан облысы, Ақжайық ауданы, Тайпақ ауылы, Тайпақ құрамасы. Көктемеді жетті күз келе, сарғайып тұр дала гүлдері, жүрегімде жатыр. Тайпақ деген ауылдан келдік. Батыс Қазақстан облысы бойынша жалғыз мешіті жоқ ауыл. Сондықтан девятка пивелерін 90 теңгеден айдап атырық. Мешіт болмаған жерде имам да болмайды. Ауылдағы Иманбек деген шалды Емеке деп айтамыз. Дәл осындай ауылдан келдік. Қайырлы кеш Қызылорда! Бөлек кеген, көк бөлек кеген құрбыларым да бар. Сонымен қатар біздің ауылда жалғыз жұлдыз блогеріміз бар. Қазақстан бойынша позитивный блогер Жахан Отарғалиев біздің жерлесіміз. Сондықтан біздің ауылдағы әрбір вақтавик өзінің әйелін каска-сонайым дейді. Айтады. Ілтипатым дейді. Кеше сонайын деп тұрған жерінен ұстап алған соң біреу. Оны өйтті неге айтады екен? Енді вақтыдан келеді, әйелден атын ұмытып қалып каска-сонай жүріп. Құрметті көрермендер, көбі білсе, көбі білмейді. 2010 жылы біздің ауылдың халық санағы 5600 болған. Ал бертін келе біздің ауылдың халық санағы 2100 болып қалған. Дұрыс қой жігіттер, ол жылдары аш жоқ, су жоқ, біраз адам кетті ғой. Біздің ата кетті, атадан кейін папа кетті. Көрші Шаймарданды білесіңдер ғой, семьясымен кетті ғой. Ол сонда қайда кетіп отыр? Бақыттағы кетіп отыр ғой. Құрметті достар, мына сіздер бытыққана деген нәрсені білесіздер ма? Бытыққана деген біздің ауылда жаздың басында келген бытыққаналар сентябрьдің ортасы болып әл жүр ауыл. Адамдар көшеге шыға алмайды. Ауылда бытыққана толып жүр. Бытыққанаға жағатын қарсы маз көрші Айгүл апаң магазинде. Жігіттер қара, бытыққана. Айгүл апаң магазиндегі маз. Политика жігіттер. Политика. Айгүл апаның бытыққаналармен связі бар жігіттер. Бар. Жігіттер, алдында сол Айгүл апаның дүкеніне барам ғой. Столдың үстіне осенний куртка гамма шығарып қойған. Күн салқындайды, қыс болатын сияқты. Оны ой жақпен де сөздер бар ма не? Бар. Қызылордаға келіп, Қызылорда қаласын зерттедік. Сөйтсек, ютубқа Қызылорда деп жазып қарасақ, Елес үй деген шықты. Пістімәлі деп ютубтан шығып кеттік. Паркке шықтық. Паркке шығып, ұят, ұлы сөздің ұят жоқ дейді. Балдар насыбай іздеп құттай қақсық қалды. Сөйтсек, мұнаяқта магазинді насыбайда қыздардың атымен сатады екен. Мұнау, өзінің қызының атын іздеді Айнұр деп. Ол шықпады. Бывшиін іздеді Айнам көз деп. Ол да шықпады. Қазір Айгерім деген қызбен жүреді, насыбай тек сол қыздар. Ендеше алдарыңызда жұмыңқты 4 қайта қарап келген ауылдың балдары. Басты рөлдерде Сон Илгук, Хан Хиежин, Ким Сын Су және тағы басқалар. Тамашалаймыз достар, өзінің қызына қатты сенетін жігіт. Алло, Жан, қайдасың сен? Жан, мен бүгін Әлибидікіне онайын деп атым. Сүйе.
асан қайғының кезінде тугис болса қалай болады екен? жүр. Асеке тасташы, мен шаршадым. Құттай қалды, мен тұр уже. Сен Қызылордада жүрсің ба? Тугистің не екенін білмейтін. Ана жерде түйенің сурет тұр ғой, апар грузовиктен тапқан ес, қатырасың. Шаштараздағы асмер. Құрмет достар, орай. Ойып алдым достар. Қалай, нормально ма? Дерскі. Елесі күндізгі арада үйдегі ұйықсау дырам. Көзі көрмейтін футбол комментаторы. Чот шулап кеттіңдер, гол кіріп кеткен сияқты да. Бір айналып келейінші дегенді айту білмейтін бала базарда. Не істейтін болдың балам? Алатын шығар ма, апа? Әлем жаңалықтарынан хабар бар бала мамасымен паркте. Балам қай каруселге мінесің? Тәліптер қоршап алған каруселге мінейікші мама. Барымызша фантазиямызды қосамыз, 18 ғасыр өзінің әйелін базарда сатып тұрған қазақ жігіті. Қатын аламыз, 12 ай рассрочке ұрып атыр, ал қатын алай, келіңіздер бәріңіз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Қатындарыңыз бар ма? Бар, толып тұр. Мына қатыныңыз қанша ма? Орыс па қатыныңыз? Армян ғой, алдында номер қарашеш. Армян ба, андай мотор соғылып, маяғы, ондай дым болған жоқ. Ай сайын майын бәрін уақытылы бәрі. Андай біреудің үйінде салат жасап, ондай болған жоқ. Жоқ. Ең патологы жет жерге үйде пачур жасап болды, басқа салат жасаға жоқ ол. Бұпан ба? Бұпан? Алдында ауыл вақтыға кеткенде балдар бұпан қылып тастаған ғой. Қандай бонустар кіреді, қандай? Бонус болғанда артында міне қазақ еліне плюс бір баласымен барады енді. Андай торг ештеңе болмай ма? Торг болғанда 400 еуро ғой қаншатын. Істейсің балам, аласың ба? Алатын шығарым апа, я. Жаным саған сон айтуға асықтым, тек өзіңе шынайым ашықпын. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен өздерінің ауылдастары Жайдарман қарамаса да Жайдарман үшін соңына дейін баратын тайпақ құрамасы. Рахмет, Қызылорда. Қалың орман арасында айға барып қатайын жай. Тайпақ құрамасы арнайы ата-аналарына өз алғыстарын білдіреді. Ары қарай сәлемдесуімізді жалғаймыз. Алдарыңызда Шымкент қаласы Халықтар достығы университеті Абырой командасы. Карантин уақытында неге магазин ашты? Не аласың, бош арыңды тез айтшы. Шәріптің магазині ғой бұл. Мәнім осылар ғой. Осылар ғой. 125 теңге әнім. Картошка нешеден отыр? Картошка? Там Айнұр, картошка қанша? Рошкилерді айтасаңыз. Рошки дейді. Сосын бір арақ қанша тұрады оның? Арақ 1000 теңге. Аласың ба? Егерде біз Жайдарман ойнасақ. Я достар, біз вайнеріміз. Нұреге, мына отқан кісілер вайн түсінемеген өзі? Вайн түсірмесе Тәкен түсіндіреді ғой, вайн не екен біледі ғой. Тәкен вайн түсірмейді ғой. Вайн түсірмесе сол вайнерлердің жанында әрі-бері жүр ғой. Құрмет көрдіңдер, андай вайн көрдіңіздер ма? Ауылдағы братандар, ауылдағы көкелердің әңгімесі деген, ауылда қызықтар деген. Вот сол вайндардың біз авторымыз. Шәріп көке, бір күліңші. Қалай болады екен алай? Қалай? Көненің көзі Әлибидің өзі деп қоясың. Қатырам мен. Қалайсыздар, амансыздар ма? Жағдай қалай? Осы әлеге сен анау Шаншарда Уәлибектер ойнайтын кезде ойнайтын ең, олар уже бітіріп кетіп жатыр. Жаңа Берлин аралап, ары бер. Сен Қызылордадан шықпайсың. Дұрыс я, бақуат әлі ойнап жатыр да? Дұрыс. Тәке, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Амансыздар ма? Малжан, Қалжан, Маржан, Балжан, Сержан, братан деп қоясың. Күлдіре біреме. Қалай балдар? Ассалаумағалейкум ағалар, қалайсыздар? Амансыздар ма? Жағдайларыңыз қалай? Қалай бала? Қалай болған? Жайдарман ма отыр аға? Жайдарман, дұрыс я, ана Жайдарман дегенде ана КВН әзіл ойнайсыңдар ғой? Ойнайтын болсаңдар анау Шаншар, Алдараспан сияқты ойнаңдар. Олай қалай ойлайсың олай болмайды ғой. Ана Тука қалай ойнайды? Халық Тука деп танып кетті да оны. Көрдің ба? Ана не туралы әзілі бар?
түрме туралы көріп пе қызығы қатырады ана айтады ғой жаңа түрмеге түсіп қалады тука сонымен жаңа неғып келдіңдер дейді сөйтеді да жаңа тука айтып жатыр ғой мынау ұрлаған мен зорлаған дейді көрдің мен ұрлаған анау зорлаған дейді олай болмайды көке шаншар алдарыс ойнау болмайды қазір болмаса мына әлекеңдер сияқты ойнаңдар әліби сияқты ойнаймын ғой мысалы мен әліби жақсы көремін мысалы мен ше жігіттер мен әлібек ағаны кеше көріп талантым ашылды өзімде жоқ талантым ашылды мен сурет салатын болып шықтым әлекеңнің суретін салдым кеше қалай салдың оны қалай салған мен домалаққа сыздым да қараға бой салдым әлиби о былай ғой қазір анау 101-ге хабарласып дайын отыра беріңдер мыналар өртенейін деп жатыр жанса жауап бере алмай қаласыңдар икрама бірдеңе шықты мыналар өртеніп жатыр бірдеңе қылыңдар ал тағы да қайырлы күн достар сонымен көреміз тақырбас адамның басындағы жалғыз биттің әңгімесі біз бұл ауылда өз 2-ақ үй тұрамыз ол қалған жағымыздың бәрі поля ғой бала кезімізде барлығымыз дәл осы әзілге ашуланатынбыз кім қызсың сені жалғастырамыз мұрат әбділданың видеоларын жібермей көретін ауыл әкімі мынау құрметті ауылдастар бүгінгі жаңағы кешті өткіз масама мынау мама папа ойынын соңына дейін ойнап тастаған балалар Диана мамаң айтпай қойшы өтініш Диана айтпай қойшы мен ойнайыншы ұнап қалып хабарлап көрші мама папа ойынын дұрыс түсінбей қалған көкеміз қарындасым айналайын ренжімесе білмей қалып айтпай қойшы құрметті көрермендер сөз соңында ауылдағы ағаларымыздың әңгімесімен аяқтауды жөн көрдік осы КВН сендерге ақша төлей ме Шымкент шымқала асылым ардағым Шымкент Абырой командасы Шымкент қаласы Халықтар достық университетінің ректоры Жүнісов Файзолла Төрежан ұлына өз алғыстарын білдіреді. Тағы да біз Қазақстан КВН одағы Республика жастар қоғамдық бірлестігі атынан Қызылорда қаласында өтіп жатқан республикалық сыр елі бірінші лигасына қолдау білдіріп жатырған сыр үміті жастар қауымдастығына, облыстық жастар ресурстық орталығына және де жас отан жастар қанатына өз алғыстарын білдіреміз. Ары қарай сәлемдесуді қорытындылайтын Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Аққыр ауылы Аққыр құрамасы. Тойға қонақ болып барып көрмеген Аққыр құрамасы қайырлы кеш Қызылорда! Жігіттер сыр елі бірінші лига. Өзіміздің жер дейсің ғой. Өзіміз білеміз Гүлденген әлем өзіңе сәлем Астанадан Рүстем ағамыздың өзі келіп отыр. Қалай енді? Жазылушы еді осылай әр сөйле Жігіттер Рүстем ағамыз арнайлап қонаққа келгеннен кейін бізден бір арнау болсын. Ақ едің көңілі жарқырап, адалдығыңмен арқырап, інімі деп қошақ жайғанда, қабағың неткен жарқанақ. Рүстем ағам керемет, бұдан артық не керек? Гүлденген әлем өзіңе сәлем Жайдарман кішігірім жекпе-жек бұл. Командамен Әділғазы бетпе-бет тұр. Рүстем аға сізге арнап едім. Что-то төс қалтам өкпелеп тұр. Көрінетін жері Астанадан келіп отқан. Мына жарқырап енді. Ой, бәрекелді. Қошеметтеп қояйық кәдімгі Рүстем ағамызға. Ай, бәрекелді, қошеметтеп қояйық. Біз деген алайымыз ғой, дүлейміз ғой. Атынан атыркейтін үрейміз ғой. 2000 теңге берген Рүстем ағамызға 2 дененің бақытын тілейміз ғой. Өзіңе сәлем
жазылушы еді осылай. Барекелді, енді Рүстем аға өзіңіз білесіз. Астанаға барған сайын сіздің өтініш тойларыңызды атқарып жатырық. Әліби аға, сіз де құр қол емессіз. Қызылордаға келген сайын өтініш тойларыңызды атқарып жатырық. Бірақ сіздің құдалық жүргізген шамалы біртүрлеген әліби аға. Құдалықта птичка дейтін нәрсе кірмейді ғой. Теңген әлем, өзіңе сәлем, жазылушы еді осылай Енді Рүстем аға, әліби аға, осы жерде енді таза өтініш тоймен бүгін біз ойынды, өтініш ойынғы орнына ойнағымыз кеп тұр. Себебі бізде сценарий жоқ, әзіл жоқ, дайындық жоқ. Бірақ жігіттерде ән бар. Қошеметтеп қойыңыздар. Ауылым көшіп барады, ұялыға ойдан, не жетеді баланың қиялын аяй. Мұнда айтпаған өлеңді қайда айтамыз ойда, жиналған жұрт ағайын зиялы ғаяй. Барма маған ғашық адам бұл жерде. Жігіттер тоқташ. Мынау өлең жарамайды жартылай финалға өту үшін. Отыр ғой, қарасаңдаршы. Бағынан бері қарап тұрым, Талғат Тілес ағамыздың өзі отыр екен ғой. Қош келдіңіз аға, бір қошеметтеп қойық. Енді аға, өзіңіз қызылордалықсыз, біз де қызылордалықпыз. Оның үстіне сіздің туысқандарыңыз көп екен, өзіңізде тойларыңыз бар. Как раз біз де сол уақытта боспыз. Оның үстіне бір қазақта керемет сөз бар, қарға қарған көзін шұқымайды деген. Бәрекелді. Түсінген шығарсыз аға. Қарға болып тұрған біз ау, ол кісі аққума бүркіт болсын деп Теңген әлем, өзіңе сәлем, жазылушы еді осылай. Жеттер мен естіп атырым, сырттан командалардан естіп атырым, аққар құрамыз ән айта береді екен, тым әзіл ойнамайды екен дейді. Сол сөзі жоққа шығарым кеп тұр, хабарлашы. Сонымен тамаша достар, Шәмші Қалдаяқов атамыз қайық. Болсақ тағы жаңа таныш, жүрсек талғаш қайық. Бәрі-бір әнге кетіп қала береді. Өзіңе сәлем, жазылушы еді осылай әр сөйлем. Рахмет. Құрмет достар, ойын соңында үй ішіне үй тіксе жылы болады, өнегелі ұлы менен қызы болады. Әліби ағамыз аман болса, сыр елінде бұндай жайдарманның бірі емес, жүзі болады. Сіздермен бірге болған тарыдай ғана ауылдан таудай талаппен келген аққор құрамасы. Рахмет. Қол соғайық ақындарға, әнші күйші жыршыларға, мұң құралған биші қыздарға. Аянбайық, жалықпайық, өнер сүйгіш қарғалайық, қол соғайық. Құрметті достар, құрметті барша телекөрермендер, Республикалық сырелі бірінші лиганың 3-ші тобы, 3-ші кезеңі өз мәресіне жетті. 6-1 команда өз өнерлерін көрсетті. Үздік деп танылған 3-1 команда жартылай финалға алдағы уақытта өтетін болады. Және де оны бірге анықтаймыз. Қазылар алқасының бірінші пікірін білейік. Олай болса, Төребек, өзіңізден бастап бүгінгі ойын жайында пікіріңіз. Сәттілік енді алдағы уақытта ойынға жалпы енді сырелі біраз командаға жол ашқан лигалардың бірі, бірінші лига. Сол себепті осы берілген мүмкіндікті барлығымыз толығымен пайдаланайық. Мүмкін алдағы жақсы ойындардың, жақсы үлкен бір жобаға баратын жолдардың бірі осы лигадан басталатын шығар. Сол себепті сәттілік. Рахмет. Талғат мырза, бүгінгі ойын жайында. Ең алдымен айта кететін жайт, әр команда әртүрлі ойын көрсетті. Енді кей командаларға әңгімен ашығы керек, әзіл жетіспеді, ойын жетіспеді деп те айтуға болады. Бірақ алдағы уақытта, уақыт өте келе, оның барлығын командалар тәжірибе ретінде өздерін шыңдайды деп есептеймін. Және де барлық командаға сәттілік тілеймін. Мен пікірім қысқаша осылай. Рахмет. Рүстем мырза, бүгінгі ойын жайында. Енді басқа айтатын жоқ, енді қазір айтсақ кілең негативті пікір болып кетеді, бірақ дей тұрғанмен әрмен қарай жартылай финалға өтетін командалар сәл ширақталайық, өз-өзімізді жинақтайық. Үйден шыққан кезде әдемі болып шығасыздар ғой, аяқ киім сүртіп, шашты түзеп, киімді түктеп деген секілді. Сол сияқты сахнаға шыққанда да бір әзілдің жеткізуін, ойнауын, сценарийді бір жан-жағын бір тегістеп, әдемілеп шықсаңыздар деген ақыл кеңесім. Әрмен қарай осы деңгейде осылай жүре берсеңіздер, я өспейсіздер, я өшпейсіздер.
жеме жем келген кезде осылай келіп ойнап жүрген, неше күннен бері дайындықта жүрген, басқа қаладан келіп жатсаңыздар, қаншама шығындарыңыз бар, уақыттарыңыз бар. Сол жұмсалған уақыт барлығы зая кеткен болып шығады. Басқа сол қысқасы. Рахмет. Олай болса, құрметті қазылар алқасы, жоғары ұпай 5 ұпай, командаларды кезекпен айтып отырам, ұпай сандарын көтере қойсаңыздар. Бірінші алғаш шыққан Алматы қаласы Жайдарман академиясы. Ұпай сандары. 3, 3, 3, толық 3 ұпай. Ақтөбе, Шұбарқұдық. 3, 3, 3. Самалыш, Шымкент. 3, 3, 3. Орал, Тайпақ құрамасы. 3, 3, 3. Шымкент қаласы, Абырой командасы. 4, 4, 4 ұпай. Аққыр құрамасы, Жалағаш ауданы. 4, 4, 4 ұпай. Құрметті көрермендер, жалпы ортақ ұпай сандарын атап өтейін. Жайдарман академиясы толық 3 ұпай, Шұбарқұдық толық 3 ұпай, Самал 3 командасы толық 3 ұпай, Тайпақ құрамасы толық 3 ұпай, Абырой және де Аққыр құрамалары толық 4 ұпайдан. Бүгінгі топтан 2-1 команда жартылай финалға жолдама алатын болады. Қалған алдыңғы топтағы командалар 4-ші топтың командалары арасынан резервпен тағы да 1-2 команда қосып қалуымыз мүмкін. Ол командалармен келесі айналымға өткен, жартылай финалға өткен командалармен таныс болыңыздар. Абырой, Шымкент және де Аққыр Жалағаш ауданы. Командаларға сәттілік. Жайдарманның жайдарлы күндерінде жолыққанша сау сәлематта болыңыздар. Рахмет. Олар Жайдарман ойнайды, олар басқаша ойлайды.